Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біздің каналымызда классикалық ең дәмді лағман. Оған керекті ингредиенттер: ет, сарымсақ пен пияз, редиска, сәбіз, қызыл тәтті бұрыш, картоп пен петрушка керек болады. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Еттің кез келген түрін ала берсеңіздер де болады. Ендігі кезекте жаңағы барлық дайындап қойған заттарымызды майдалап тұрып турап, оларды дайындап қоямыз. Тек бұнымен тоқтала қоймай, сіздер басқа да заттар қолдансаңыздар да болады. Барлық заттарды дайындап болғаннан соң, қазанға от жағып, оның үстіне май құямыз. Сөйтіп барып етімізді 2-3 минутта қызарған күйіне дейін қуырамыз. Ет сәл қызарғаннан кейін, оның үстіне сарымсақ пен пиязымызды салып, тағы да қуырып шығамыз. Сөйтіп барып сәбізімізді, артындағы редкамызды да жақсылап тұрып қуырып шығамыз. Ең бастысы, бұл заттардың барлығын майда жақсылап тұрып қуырып алуымыз керек. Ал енді оған түс беруге біз томатный пастаны қосамыз, немесе помидорды езіп, оны турап салсаңыздар да болады. Сондай-ақ, бұл тағамнан басқа менің каналымда көптеген дәмді, керемет тағамдардың рецептерлері бар. Оларды күнделікті көру үшін менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап тұрып қуырып болған соң, артынан картопымызды саламыз.
Бұл жерде картопты аз немесе көп салсаңыздар да болады, бірақ менің отбасым картошканы өте қатты жақсы көргендіктен мен көп саламын. Өзімізге керек барлық заттарымызды салып болғаннан соң, оның үстіне ақырындап су құямыз. Суымызды құйып болғаннан соң, оның бетінің крышкасымен жауып, жарты сағатта бұқтыратын боламыз. Ендігі кезекте өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті салсаңыз болады. Ал келесі жолы мен сіздерге осы лағманның қамырын қалай созуды көрсететін боламын. Міне менің жасаған тағам да дайын болды. Егер сізге ұнаса, мені каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.